Бүгін қыздарын баты сынды балдарың. Саламатшылық балдар, келе болған. Анда несі балдар, бүгінгі сабағымызды біз насап сөздерді, және ыр саптары менен башталмақчыз балдар. Анда несі қыздар? Артыңды білген туғанға, бастырып барып амандаш, ататай көріп қарыны, азырып саламдаш. Ол сөйлемді ташқа бар, атаның көрді сазда бар, сайманың көрді сазда бар, сайманың көрді ұзда бар. Азаматсынан балдар, бүгінгі сабағымызды баштадым, насап сөздермен таныша алдыға. Анда бесе, балдарымыз топқа бөлініп алыш үшін, 1, 2 деген сандармен санайда. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Азаматсынан. Анда бесе, 1 тоғындағылар санат тоғында отырмақчы, әлемі 2 деп саналған топтағылар санжыра тоғында отырмақчы. Азаматсынан. Отырағыз. Мен санат тоғы деп атап қойып, санатсыз жалпы қалай халық болуы мәнге бай. Санжырғалап шөкөттіп айтқан ырғақты көптеп сілеген атыңарды санат тоғы қойдым. Алеми бұл топтың атын мен санжыра деп қойғым себебін шөкөттіп, қойылыштырып, өткен кеткен тарихты еске салып, сілеге санжыра тоғы деген ат бердім. Анда месе балдар, біз сабағымызды баштардан болда үй тапсырмамен танып баштайды. Сілер көріп тұрғандай балдар, сілер көріп тұрғандай достарға деген топтан тұрғанда барымыз көңілісті барамыз. Бұл Бектұр ағайдың өтмасы, бұл ошыл өтма арқылы біз үйге берген тапсырманы айтарса балдара адамсы досқуда жеңі жоқ өте көп оғылының қысқаша өмірі, аннан кейін мойнына таш байлап, айтесі оның жардамы, жеңі жоқ атығышы, көп сұлуға болған ашықтығы, жеңі жоқ жөнінде kimdir emniyeti ayrıca çocuktu ama sonra başlamak için de adamıza karşı çok verilmekçi. Ama sancılar bunu Abdülazı çok verilmek ama. Жеңі жоқ сынып hayatı өте көп oğlu. Ол 1860 жылы Азапқа Талас облысының Қарабұра районына қарасты Зейді айында туылған. Ол 3 туғаны бар болыпшы жана чоң атасының баласының ошол әкесінің қолында өскен болып қалыпты. Қолында өскен екен, азаматсың. Анда несе, бұл жерде мен бұл жерге белгі қойылғанын бағамыз. Бұл жерде бұл белгі білмеген тема дейді. Екінші сұлу белгісі чала деген кеткен, әлеме қошу белгісі білем, әлеме ер белгісі ең соңын білем деген кеткен. Анда несе, біз Абдулазизге білем деген белгі қойына Абдулазизге. Қана кейгісі ойынша мойнына таш байлап дейді, мойнына таш байлап дейді. Қана санаттығынан сұрайына мойнына таш байлап дейді. Қана Абдуғалим айта қойды. Асема. Ташқара чакан той берет, қара бұсақтың қамын деп, отырған өті да кемелген жетінде отырған байқап қалады Ташқара. Ташқара байқап қалып есегітті шақырып, оны өтегені кемелген жанына отырғызып қойған соң ал деген аламен орып қалып тұрғы бір жігіттен таласықта бойы бүйтті азайбайды алып барып Қарабұра сусына бойына таш байлап ырғып салға дейді. Екі жігіт алып барып ырғытайын отқанда тек бала өте мен ақсыға тайкелеріме қачырып жөрмеді, жалын жөреді. Тек екі жігіт мақұл болып Ташқараға баламен суға ағыз жөріп қалмай көрді. Мойнына таш байлап дегенде санат тоғындағы Асема ең жақсы білеткен тұшуға ең белгісі қоймақтыңыза азаматсын отыра ғой. Мен жақсы жоқ бергендерде, мен бүгінгі сабақта мен бұйтық жанар менен бағалағым деп тұрады. Балдара, бұл топқон дейін қой, бұл топқон бай бермейтінна. Айын етегінде сынайымса балдар жақсы байларды. Анда бесе кейгісі Айке сұлының жардамы дейді. Айке сұлының жардамы мен не берді? Қандаға кем айтып береді Айке. Қана айтыңыз. Айке деген бұл өтені кішкентай кезінде өзінің төркіні жағына бағалап, бұл өтені ұшы ала орысымен ұрғанын біліп, ұшы атайын ұшы айының тересін жылы кезінде жаптырады. Ошентип өтені бұл өзі өстіріп чоңайтқан, кішкенесінен бері ұшы ала орысынан аяқтырып. Ұшы Айке бағып, ұшы чоңайтқан өтені. Азаматыңа айтымықтарды ең соңын біледі екені, мен бұғадағы иілеп деген белгі қоймауым. Әлемі жеңі жоқ атығы шықшық, жеңі жоқ. Емде сөптен жеңі жоқ атығы аталып қаптыр бұл. Өзінің шынық аты өте екені, қана Абдуғалим. Кешкісті бұлар
Көмір наманғаннан келатып, базарға қайнықса, алардың арасында өте көпір болған. Ал келіп, ошо жерге келсе, Нұрболды атту адам өзі жасаған болды. Тұтқаннан кейін өтөр менен де сұрау бергендіктен ақырынан Нұрболды жеңіледі. Ошодан баштап, жеңіл қырынан жоқ болуға келсе деген бұл өлчелер елдер жеңіл жоқ деп аталып қалышады. Ошол себептен жеңи жок аталып калдыра. Азамат Абдукалим бул санат тобундагы Абдукалимге дагы мен эң соңку белгилеп коймокчумун балдар. Ал эми Көксулууга болгон ашыктыгы дейт. Ким айтып берет? Кана Көксулууга болгон ашыктыгы дейт. Кана Нурсезим. Көксулуунун кыргыз көрпүсү Муштойдун жаранкер кыз болгон. Көксулуу Дагы анын көргөнүнө көз Көксулууга ал аябай сүйүү кыз болгондуктан ага өзү ашык болуп калган экен. Бул Нурсезим чала билекте мен буга суроо бердим да. Анткени бул толук айткан жок. Ал эми жеңи жок жөнүндө кийимди кайсы артында эмне деп айткан экен? Кана ким айтат? Жеңи жок. Кана ким айтат? Кана али айта кой. Жок, жеңи жок дегенде шартты бет бош канча сүрөттөр бүткөн мөшөр жакын. Деп ким айтып кетти? Ким? Ким айтат? Ким айткан? Кана ким айтат? Кана. Муну Корболдун айткан, бул ошо бирек бышканча бул өзүнүн эме чыгармасын сүрөттөп берип койгон деп ошо Корболдун эме чыгармачыларын айткан. Корбол айткан экен, эме Айтунука ошондо биз чалага билем болуп калдык. Мына суроо белгисин коймокчубуз. Баардыгыбыз көзүбүздү жумабыз балдар. Силерге кандайдыр бир жагымдуу музыканын коюп берем балдар. Элиңизге эмнелер келип жатканын байкагыла. Көбүбүз экранга барабыз. Силерге мукамдуу суунун шылдыраган болсун. Эмнени элесин тагына кана келгендар. Силерге бир суроо менен кайрылгым келип турат. Суу деген эмне? Суу деген эмне? Суу бул тазалык. Бул тазалык экен. Кана айткан? Дешан 70% түзөйт. Азаматсыз. Кана айткан? Жаныбай өсүмдүк айдан жакшы суу ташый алат. Жаныбай өсүмдүк. Азамат. Анда билсе балдар, сууну биз баарыбыз билип атабыз, суусуз эч кандай болбойт экен. Анда билсе балдар, мындан тышкары биз суунун лексикалык мааниси жөнүндө ойлоп көрөкчү. Маанисин, суу жөнүндө билдик, иманын лексикалык маанисин. Анда мен эки топко эки тапшырма бергим келип жатат да, суунун лексикалык мааниси жөнүндө кана топ менен иштеп санаттоо чогуу иштейбиз. Ал эми экинчи топко кыргыз тилинин лексикасында суу деген сөз менен байланышкан бир топ сөз бербектерин жазмакчыбыз. Кана балдар топ менен иштейбиз. Балдар. Чогуу биргеликте жаза болгула. Силер сөз бербектерин жаза болгула. 3 мүнөт убакыт берет. Кана чогуу баарыбыз чогуу иштейбиз. Маркерни жаза алсак, сөз бербектерибиз. Кана? Чогуу иштейбиз. Кана балдар жардам бергиле. Сөз бербектерине. Балдар, мен эки топко сууга байланышкан лексикалык сөздөрдү мурча топко сөз бербектер бердим. Кана кайсы топ берет? Кана кайсы топ? Азаматса Санжира тобу. Бирок сөз бербектер болчу. Биринчи айталы. Сөз бербектери бул суу жүрөк, мурдуга суу жеп, колтугуна суу бүркүү, жүрөгүнүн сары суусун алуу жана силкип суу көтөрбөгөндөр ошо сөз бербектерине кирет. Жок,
suga байланышкан сөз бербеттер экен азаматым. Ana azamатым. Biz bu birinci çıralganın aslına iyi koyuyoruz da. Demetlerden Ötön, Darya, Köl, Ulak, ulardan bari su depolar. Organ emeklerin su, ömürlüğün genişliğin manızı, su, ileti, kaytu. Biz şuna sözlerleri söylemetelim. Lексикалық маңызы екен, соның лексикалық маңызы дейді, орайда соның лексикалық маңызы азаматтық отыра ғой. Анда бізде екі топқа тек жақсы деген ұпайларды бермек үшін екі топ тек жақсы топ берді. Бұл топ соның лексикалық маңызы айтты, бұл топ суға байланышқан сөз бермектерді айтты. Анда біз су жөнінде көп ертілерді үйде алдыға. Анда біздің өтіп тұрған темамыз көпі оңыз жеңі жоқтың аққан су шығармасын оқу менен андағы экологиялық адеп ақпараттық маңызын түсінеміз. Суның жашаудың орнын білеміз, алған білімімізде күндік жашауда да қолданылса, анда бізде жеңі жоқтың аққан су деген шығармасы бар екен. Аққан су ыры 801 саптан тұрады екен балдар. Замандаштан ескерішінде жеңі жоқ бұл аққан су ырын 7 күн, 7 түн айтса дағы түгөнбөгөн екен. Ақын өзі айтқандай 7 күн түн айтса да түгөнбөгөн аққан су, аққан су, аманат жанға жаққан су деп ыр сауына баштап кеткен екен. Ақын, бұл ақындың аққан суында көптеген қомысшылар, мисал алсақ, Асанбек Маратовтың аққанысында да аққан су деген шығармасы бар екен. Балдар, анда адабиятымызды açамыз. Аққан су ырына көңілішті тұралса. Аннемесе балдар, санатты оқ баштаймыз. Біраз көрмені қойдық қана. Аққан су. Жетек қабат жер астын жарып шыққан аққан су, жер аламның барысын бағып шыққан аққан су, алтын қанат жезқұйрық балық шыққан аққан су, ақ қияның болынан ағып шыққан аққан су, өмір отын тұтатып жағып шыққан аққан су, жоқ жалқайып аспанды тешіп шыққан аққан су. Қана айы алматта ғой? Қана ұлантауыз? Қана ұлантау? Қана? Айы таппай қалды, айы тұзға қойды. Қана? Жемиш өсіп бақ болып, келіп кеткен жеріне шағар оны тездолып, жейгінде сайраған күкіт менен бұлбұл бар. Көлінде киши көрбөгөн қара қасқа бұлбұл бар. Жүні сенсең ақ көйлек, күндүзі бар аққан су. Көзді жылы көрінген жұлдызы бар аққан су. Абдухалим ұланды ғой? Күн дайрекселерінде ұйғырар үкі çalып, күміш қолын суы çalып, күн дәрбетін бетіне жастар атты түшіріп, сақал келген малтынға тартын басан ешеріп, күміштөй болып жалқылдап, берекесін арттырып, иіп келген балқылдап. Бири болса бири ұшып, екі жағын қарашып, қанаттарын қарашып, мұқам саяшып. Тоқтай ғой, қана Абдулай суар? Кыртыш байлап бетине жүн чыкпаган аккан су, айбанатпа адамды башына салса тур кетилип, үн чыкпаган аккан су. Анда мына биз аккан су чыгармасын тилинен окудук. Кана балдар, биз аккан су чыгармасында балдар, биз аккан су чыгармасын тилинен окуп, суунун кандай экенин, көзгө чагылышканы, жан-жаныбарга баардык адамзат суусуз жашай албайт экен, баарыбыз бирге чыгарма аркылуу чын эле 7 күн, 7 түндү айтса дагы чыгарып түгөнбөгөн аккан суу экен. Анда эмесе балдар, ошол чыгарманы окуу менен мен эки топко тапшырма берилген турда, кана суу жөнүндө сууну чагылдырып берилген. Анда бул топко суунун сүрөтүн чагылдырып берип, кана ошол суунун сүрөтүн чагылдыруу аркылуу чыгармасы мага айтып бересиңер балдар. Кана топкормен биргеликте сүрөтүн тартабыз, мынакей балдар, баарыбыз чогуу биргеликте иштейбиз, мынакей бул жерде дагы балдар, кана суунун сүрөтүн чогуу биргеликте тартабыз. Баарыбыз чогуу иштейбиз, кана жардамдашпак. Балдар, кана кайсы топ бүттү экен? Аккан сууну чагылдырып, суунун көрүнүшүн сүрөттөп, кана кайсы топ бүтүп калды? Кана кайсы топ бүтүп кол чабып коебуз, Кана азаматына санча тоо керек болгон, керек болгон кармап.
Cengiz Oktun akkan su çıkarması sürdün tartışta. Bu cakatlar olgan. Ana birinci dükkanda Sancıratoğlu'nun akkan su çıkarmasından көңілісі bir zak. Biz көріп бұл жақта аққан су тартылған, ошондой эле башка нерселерди да көрсөк болот. Бирок ошол аққан су деген бул эмне? Бул деген бул аққан су бул биздин жашообуз. Аққан суусуз, ошол суусуз эле негизинен жашоо болбойт. Бул ошо жерибиздин 70%-ын түзгөндөй эле ошол биздин өмүрүбүздүн да көпчүлүк мүнөзүн түзөт болот да. Бул аққан су биз көз карегиндей сактап, ошол ата бабаларыбыздай өмүр кылышыбыз керек, сакташыбыз керек. Ошолордон үлгү алып, ошол аккан сууну кандай өзүбүздү сактасак, ошондой аккан сууну сакташ керек. Аккан суусуз жашоо болбойт. Азаматыңар аккан суу жөнүндө балдар өз ойлорун айтып жатышты. Бул жерден мен силерге толук бермесем кана маркетер болгон. Бул жерде аккан суу бар. Азаматыңар балдар бұл жерде неме екен десем, бұл жерде сіздер бұлыстап шағыртыға тұрбайсыздар ма? Азаматсыңар балдар. Қана неме санатты ол? Бұл біздің сүрттен, ошо біз таудағы өскен аққан суыны таңдағымыз. Су сыйлағысы зор болып су қолдан қорғап тұрғандай. Суыны ең сақташ керек. Мен ошо сөйтті ақтағын таңдадым. Қасиетті аққан су, сесіз бізге күн қайда, жайнап өскен гүл қайда, ұшырып тұрған сұлулық, жоғалмақ бары бейпайда. Ошо біздің аққан су үшін. Ағайт неме, деңі жоқтың ыңларынан мисал кеткен азаматсыңара ең соңғы екі тоқкен сүретінен аққан суды чағылдыр берішті. Анда десем, бұл жаққа еліп қойылса, қана мен бұл санаттауына да ең жақсы деген ұпайды өбекпен, ал сонда бірінші күтірінші Sancıratoğlu'на да ұпайды бербетінен бұл жаққа еліп қойып қодар. Biz senin yaptığın akmasını çıkarmasını okuyabileceği ve sizlerge Seyrek'in sır sandığı dayıları geldim var. Sır sandığın içinde bugünkü okutkan akmasını çıkarması boyunca kantılgan sıralar var mı çocuk? Hani ben o sıralardı bugünkü çıkarmanın kanday çünkü olduğunu bildirdi da akkan su kaydan çıkarttı eken kana akkan su kaydan çıkarttı kana Sancıratoğlu'nun ayağı teksten biz kitebizden akkan su çıkarmasına ошол аккан суу кайдан чыгат деген үзүндүнү таап окуп беребиз кана. Жети кабат жер астын жарып чыгат, көк жакка аягасканы тешип чыгат, көк дорполу көк жарды эшип чыгат, ак куянын орунан алып чыгат. Азаматсыңар анда эмесе дагы Seyrектин сыр сандыгына аккан суунун кооздук менен элестетип айтып берилди дейт кана. Ким айтып берет? Кана санаттаган Айсияма. Таң башкайып жүргөндө, булуттуу шамал сүргөндө, суу атуулап келгенде, тараза жылдыз бөлүнүп, ой тоонун баары көрүнүп, сүрүү жылдыз качканда, таңды чолпон батканда, өзөндөн акшамал жүрүп ыркырап, суудан кара бул чыгып ыркырап, асмандан жылдызы качып ыркырап, торгойдо гүлдөр бүлбүрап, бутакта булбул ыркырап, шыбакта торгой чулдурап, зылгадан 6000 булак жылдырап, жараш кайсын аккан суу. Алда оқырмана біз бар көргөн оқу менен окуйбуз азаматына жолunu издеп таап неме коосун элестетип айтып берген. Анда бизе дагы балдар аккан суунун көрүнүш сыпаты кандай дейт? Аккан суунун көрүнүш сыпаты кандай дейт? Кана анда бизе Sancıratoğlu'нун нур сезимди сурайын. Тордун сымбат бирчеги кулап чөйт аккан суу, аяк башы үзүктөй улап чөйт аккан суу, ташка тирип чачырап, баркылдаган аккан суу, далай жерге токтобойт, шаркыраган аккан суу. Кууш жерге келгенде күпүрөгөн аккан суу, жайык жерге барганда жаркыраган аккан суу. Эңке ишке келгенде аркыраган аккан суу, кулагыңды тундуруп, капчыгайды чуукулуп, шаркыраган аккан суу. Азаматсың нур сезими текстен аккан суунун көрүнүш сыпаты жөнүндө айтып берди. Азаматыңа силерге дагы бир упай бермекчимин. Анын эмесе дагы балдарымды сандыкка суроолор болчу. Аккан суунун мааниси, милдети кандай дейт? Кана анда эмесе мен санаттоонун сурагын өтүрөт да. Кана айтыңыз. Жер аланын баары сынбагат, өмүр оттун кытартып, жагыптырап, чайга салып ичишке набат кылат аккан суу, барган жерин кулкунуп абат кылат. Азаматыңа анда эмесе балдар биз суроолор аркылуу аккан суу чыгармасын ышыктап алдык. Анда эмесе балдар бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Балдар үйгө тапшырма
аккан суу чыгармасынан үзүндү окуп келдим. Анда эмесе мен бүгүнкү эки тобду бааламакчымын. Санат тобундагы упайларды санамакчымын. Бул санат тобу 4 быйтык чалган экен, 4 упай деп эстетебиз. Ал эми санжыда толгон канча упай алган экен? 5 упай алган экен. Анда эмесе биз санжыда тобу эң жакшы деп баалайбыз. Ал эми санат тобун жакшы деп бааламакчыбыз. Анда эмесе балдар саламаттан алыңlar.